my apologies. Wonder what would have been. Would you have been a little angel or an angel of sin? Tomboy running around, hanging with all the guys, or a little tough boy with beautiful brown eyes. I paid for the murder before they determined the sex. Choosing all life over your life and your death. And you never got a chance to even open your eyes. Sometimes I wonder as a fetus if you fought for your life, would you have been a little genius in love with math? Would you have played in your school? Жиырма этаждың қасында қандай әдемі картина. Бүгін Альмираның туған күні. Біздің тұсаукесерден шыға салып, ары қарай гендер патиға барған. Гендер пати кімде десеңіздер, Рабиғада болған. Рабиға Нагым, Назым, құрбым, екеуміз кездесіп, осылай міне Альмираның туған күні объединять болып отыр ғой. Бұл қыз машина алған, кстати. Ай, башта құтты көрсетем. Сұмдық машина алған бұл қыз деген өзі. 100 рет салды деш? Жоқ, дұрыс қой, ол мақтанарлық жайт қой. Ол деген өзіңнің таза еңбегің. Біреу алып беріп жатқан жоқ, халяваға келіп жатқан жоқ. Өзіңнің таза еңбегімен алып жатсың, молодец. Енді басқа да армандарыңның барлығы орындалсын. Бұйырса деп ойлап жатыр енді. Ол енді алса бір точно BMW ма, сондай алады енді. Бұйырса. Бұйырса, любой машинаның жаңасын міну керекпіз. Мы достойны, мы заслуживаем, бұйырса. Ботаның новый машинасы бар, неге бізде новый машина болмайды деп жатыр ма? Боташка бері қараш. Бүгін бұл шашын жіберіп красотка болып тұр. Жаным, әдем болып. Золушка таптыңдар сендер, В общем, солай. Мына жақта Нұрғалымды қараңыздаршы. Келіншегін видеоға түсіріп, молодец. Поддержка деген осындай болу керек қой міне. Сенің туған күніңмен құттықтаймын, шын жүрегіммен. Өмірдегі бар жақсылықты саған тілеймін. Жұмысыңда да, басқа жақта да, мансабыңда да өсе бер, табысты бол. Денсаулықтарың ең бастысы, бала-шағаларың аман болсын, денсаулықтарың зор болсын, ғұмырларың ұзақ болсын. Нұрғалым екеуің ұзақ өмір сүріңдер. Негізі бар ғой, жаңа ғана біз тұсаукесерден шықтық та өзімше ренжіменде жазақ отырып қалдық. Мен ана жаққа гендер патиға кетуім керек деп жүгіріп гендер патиға барып, полды узнавать етіп, олар үшін қуанып, мен андай эйфория әлеміне кіріп кеткем ғой. Bir қарасам туған күнімен құттықтап жатыр. Ойбай, 12 кетті ма не деппін ғой. Қуаныштан қуаныштың үстінен қуаныш болып кетті. Ойлаңыздар, 2 тұсаукесер, одан кейін гендер патиға бардым. Одан кейін міне өзім туған күн болып кетті. Прям ризамын, Аллаға шүкір. Шындай жақындарымның арасында туған күнімді атап өтіп жатқаныма. Прям ризамын, Аллаға шүкір. Шындай жақындарымның арасында туған күнімді атап өтіп жатқаныма. Үлкен рахметімді айтамын келгендеріңе, уақыттарыңды бөліп. Мына оформление барлығын сенің жігітің, иә, Нұрғалым хабарласып, ойбай барлығы дайын ба, келдіңдер ма, не істедіңдер деп ары бері жүгір. Шүкір сондай күйеудің. Жаңа сендер бекерден бекер балаларыңды соңын кестіріп жатқан жоқсыңдар ғой ол адамға. Білеміз ғой бізде. Иә, там сондай адамның жолыққанына. Міне, бақытты болып жүре берші жаным. Болып тұр, прям видеода әдемі көрініп тұр. Келу арман еді, ал қазір міне бала кездегі гештальтымды туған күнмен жауып жатқан. 18-ге келіп жатсың ба, қыздың жасы қаншада? 19-ға келдім де. Сәл бір 19-дан астында қосаң. 18 болып жатыр. Үлкен рахмет. Красавица, все. Міне осында құшақ гүлдермен, неше түрлі сыйлықтармен құттықтап отырмыз. В общем, осындай. Не жақсы көремін білесіздер ме? Қонақ күткеннен кейін ертесінде осында қалған сарқыттарды жегенді жақсы көремін. Особенно, когда это вкусно. Кстати, мен андай баклажановый нелерді білемін, жасайтындарды. Бірақ мынау өте дәмдеген, кеше мен жеп көрмегем. Бүгін жедім уже бірнешеуін. Объедение күшті қылып жасаған ғой. Заказ бере салып кеше. Күшті сынаппын. Прям не пожалела. Дәмді екен. Ama ben bir de